Баршаңызға сәлем. Үй жағдайында жұмсақ болып шығатын хачапури жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен жылы сүтке 1 қасық қант, шым тұз салып, және 1 қасық дрожжи салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұн саламыз. Одан кейін 20 граммдай сұйық май құйып, хачапуридің қамырын дайындайтын боламыз. Жұмсақ, қолға жабысатын қамыр шығады. Бетін салапанмен жауып 1 сағатқа қоямын. Ортасындағы салмасын дайындаймыз. Осылай 500 граммдық сырды алып, теркіден өткізіп дайындап аламын. Қамырымыз көтерілгеннен кейін 3 бөлікке бөліп, пышақпен кесіп аламын. Оқтаудың көмегімен өзіңізге ұнайтын көлемде жайып аласыз. Және де видеодағыдай сырларды жан-жағына салып, орап шығамыз. Дәл осылай орап аламыз жандарын. Дайын болғаннан кейін 10 минутқа пергамент қағазына салып, бетін жауып қойып қоямыз. 10 минуттан кейін ортасындағы салмаларын салып шығатын боламыз. Салмасын толық дайындап болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутқа пісіріп аламын. Жұмыртқаның сарысы және кішкене сүт араластырып, осылай жан-жағына кесішкімен жағып шығамын. Бұл 3-ші хачапури жасап атқанымыз. Бұның ортасына жұмыртқа салмаймын, тек қана сырмен пісіріп алатын боламын. Мінекей дайын болды хачапури. Ортасындағы жұмыртқаны белкінің көмегімен осылай ортасын ашып дайын.